Қайырлы күн. Бүгін кеспе көже жасайтын боламыз. Ол үшін етті әбден жұмсарғанша турап қуырып аламыз. Ет дайын болам дегенше қамырын илеп аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға шым тұз қосып, сәл ғана су қосып, қатты қамыр илеп аламыз. Жақсылап илеп, иін қандырып, пакетикке салып демалдыруға қойып қоямыз. 10-15 минут өткен соң жақсылап илеп, тағы да демалдыруға қоямыз. Солай 2 рет жасаймыз. Сонда қамыр иі қанып, жаюға дайын болып тұрады. Етіміз әбден жұмсарған соң, оған пияз қосып, қызарғанша қуырамыз. Сонан соң сәбіз, орам жапырақ және перецті қосып, 1 қасық томат пастасын қосып, әбден қуырып аламыз. Содан кейін картопты қосып, үстінен суын құйып, бұрыш, тұзын, дәмдеуіштерін салып, қалуынша қайнауға қойып қоямыз. Осы кезде иі қанған қамырымызды алып, жақсылап жайып аламыз. Қамырды өте жұқа қылып жаймаймыз. Әбден жайып болған соң, осылай оны сеуіп, жабысып қалмас үшін орап кесуге кірісеміз. Арасын ашып, осылай кеспемізді дайындап аламыз. Содан кейін жаңағы қайнап жатқан қазанымызға салып, 10-15 минутқа қайнатып пісіріп аламыз. Сонымен кеспеміз дайын, ас болсын. Каналға жазылып, қолдау білдіріп қойыңыздар.